Сіздерге бір болған оқиғаны айтып берейін. Бір әйел қаншама дәрігерге барады, емделеді, бала көтере алмайды. Дәрігерлер де айтады, сіз енді бала көтере алмайсыз дейді. Бірақ бұл әйел үмітін үзбейді, Құдайдан жалбарына бастайды. Сен маған бала бер, есесіне мен саған өзімнің өмірімді беремін дейді. Осылай жалбарынып жүргенде көп ұзамай бала көтереді, баланы өмірге алып келеді. Бірақ 3 жылдан кейін бала 3 жасқа келгенде бұл әйел қайтыс болып кетеді. Бұл дегеніміз нені білдіреді? Біз санамызды дұрыс программалай алмаймыз, шарт қоямыз. Сен істесең, мен осылай істер едім деген сияқты. Бұл да бір травманы көрсетеді. Осындай запростармен келетін адамдар өте көп. Ақша жөнінде, менің ақшам көбейіп кетсе, мен жаман болып кетем, ұрлап кетеді деген сияқты. Сіз өзіңіз білмейсіз, өміріңізде бір болып жатқан жағдайлардың бәрі сіздің өміріңіздегі белгілі бір осындай блоктар, осындай бір программалардың әсерінен болады. Егер сіз өзіңіздің өміріңізді реттегіңіз келсе, осындай блоктардан арылғыңыз келсе, төменге бір сан қалдырыңыз, мен сізге хабарласамын.